Мен жол есік алдында су жүйесі туралы орталық су жүйесін жасаймыз дегендерді видеоға түсіріп әлеуметтік желіге шығарғаным үшін маған участковый полиция келіп маған штраф төлемей жатыр. Сотқа барасың деп жатыр. Соны неліктен мен ашуланып боқтағанды, бұл ауыз сөздер шыққандары туралы міне көрсетейін дегендерім ғой міне. Мынау биылғы қазғандары. А мен еще айналып кеп, биыл қазғандарын көрсетіп жатырмын. Осындайлар көргеннен кейін, есіктің алдын бычыт қылғаннан кейін, адам бәрі неме етеді ғой, міне, ане жатыр міне, қазылғандары. Қазір жол бойы көрсетем. Оған қышқандай қарсылығы жоқ, егер бәрін әп-әдемі қылып артын тазалап, жинап кететін болса, без проблем, салсын, ол жақсы нәрсе. Орталыққа болсын, қай жерге болмасын, не бе. Но біздікілер көрдің бе? Артын бәрін бычыт қылғаннан басқа түкіп бітірмейді ғой, көрдің бе? Міне, біздің көше. Ал. Мына жер негізді тас жатқан кезінде. Оны қопарып қазғаннан кейін бұл жерде уже міне осында лай топыраққа айналып кетті. Міне. 22-ші жылы басталған іс қой бұның бәрі. 22-ші жылда 2 жылда бітіреді деген нәрсе болатын. 2 жылдың не қазір 26-ші жыл уже. Міне, мына жерлер қазылған, соғылып қалды, міне. Мен көрсетем. Тағы да жазып жүрмеңдер, рөлде келе жатып түсірді деп. Мен рөлде келе жатқан жоқ, тоқтап тұрып түсіріп жатыр міне. Міне мыналар құдығы тұр. Мыналар сол күйі тұр әлі, қазылған жоқ. Өш жабылған жоқ. Қазір ары-қарата кетеміз. Қазір мынау жарайды, мынау биылғылар жарайды. Негізінде осы ғой. Ауылға судың қажет жоқ, біз ауылға жол керек, жол. Көшенің жолы керек. Міне мына жер, мына көше 23-ші жылдар құдықтар қазылып, су тарсылып, орталықтық. И содан бергі мына жолдың кейпі міне осы міне. Ешқандай жөнделген де жоқ, ештеңе жоқ міне. Көрдіңіздер ме? Міне құдық міне жатыр не. 3 жыл бұрын қазылып неме етілген. Мына төмпешіктер сол кезде пайда болғандар. Міне құдық жатыр не. Ал жол соғалпа міне. 3 жыл бұрын өтіп кетті. Жол жөнделген жоқ, соғылпа қалған. Міне құдықтары. Мына төмпешіктің бәрі сонда қалжалған. Осындай болмас үшін мен өз көшемді, өзім есігімді алды, менің территориям дейді ғой мені. Өзім ан жерді газонның бәрін аккуратно жасап жүргем, чауып. Осындай болмас үшін ан жолы ішіндегі сыймай кеткен ашық айтқанмын ғой. Оны маған кеп, енді сен боқтық ауыз сөз айттың, боқтық ауыз сөз айттың деп, менің өзімді кінәлап жатыр. Негізі ол дұрыс па, дұрыс емес пе? Дамыған мемлекеттерде артын тап таза қылып, әдемі қылып жина кетеді. Түк қалтырмай. Ешқандай немеле болмайды. Көрсетіп жатыр ғой әлеуметтік желіде. Жапонияның қалай мына жолдың жиегінде шөптерді қалай тазалайтын. Сыйымбермен тазалап алады, жолға шашырамасын деп палатка мынандай ұста келе жатыр, қалқан ұста келе жатыр. Қалқанның артынан тағы бір трактор келе жатыр. Трактордың артынан ветродойкамен арғата үрлеп, сақ түйектерін бәрін асфальттан шығарып жатыр. Не деген әдемі елке, не деген құс жол. Біздікі сияқты емес. Біздікі жылдап жатады ғой, қопар кеткен жерлерін. Жылдап жатады. Не сұмдық ол елке.
Мына осы бригада жүрген, шын айтсам бір 4-ші бригада ма 5-ші бригада ауысқандары. Ақшалары жоқ, ақша жоқ деп постоянно кетіп қалады. Әрине ешқандай көк тиын төлемесе жұмысшыларға не керек ол? Тастайды да кетеді. Жыл сайын жаңа бір бригада тауып істеткізіп жататын. Одан қандай резон, қандай пайда қалды? Қазір біз өз көшемізге түсеміз. Но біздікі емес. Сол міне жүріп келе жатқан міне. Мына көшелерге де міне асфальт төгеміз деген қай заман жөнделмегені. Дәдбі, ассаламу алейкум, как делин? Осы расын естуімізше, осының немененің, осы орталықтандыру жүйесін жүргіземіз деп ауылдарға, шалғайдағы ауылдарға жүргіземіз деген Шығыс Қазақстан облысы бойынша мердігер қазір қашып жүр деген әңгіме бар. Шын өтірген енді ана құқықтық органдар өздері айтар. Мен өз естуімді. Мынау міне менің көшем бас жағы. Бас жағымен келе жатырмын. Ана жігіттер әне жүр әне. Машиналары. Біздің ауылға су ешкімге қажет емес, расын айтқанда. Әр ауылда, әр үйде кәдімгідей құдық бар. Тереңдігі 10 метр, 12 метрден қазып алған, өздері су насоспен үйлеріне кіргізіп алған, аристон қойып ыстық су жасап алған, душтарын, туалеттерін қаладағы сияқты аккуратно істеп алған. Ешқандай немене жоқ, әңгіме жоқ. Мына проект деп жатады, мына орталықтандыру. Мүмкін қажет нәрсе шығар? Жігіттер разговор жоқ, міне. Мына біздің көшенің басын неме жоқ, жаңа келіп қазып кетіп жатыр. Мына жерде міне қариялар отыратын мүмкін. Солардың бәрін неме етіп. Мына жақтың бәрі бос жатыр, мен шын айтқан, оң жақтың бәрі бос жатыр. Тура үйге жақын болсын андай мындай. Себебі тартқызатын адам ол сенің қаржаңды 10 метрге қарай ма, тартқызып алады ал. Тартқызатын адам. Үйге жақын болсын, сендерге ақша саз кетеді, үйге кіргізгендеріңе дейді. Заборға дейін, тегін забордан кейін ақша төлеп кіргізесің. Метрі 8 мың деді ме, 7 мың дейді. Оған кімге керек болса, сол өзі істетіп алады ғой. Мысалы, маған қажет емес. Бізге үйдегі су жеткілікті. Ауыз суды мен бәрі қаладан тасимын. Өйткені бұл жердің суы ішкенге жарамсыз деп. Жоқ, бұлай жарайды, бірақ немесі бар. Чайниктің ішін бәрін аппақ тұзды су. Сорыма сондай бір немелері бар. Көрдіңіз бе? Сол. Енді қазір мені бүгін ертең ана ровд-ға шақырды, одан сотқа апарады, сотта тағы да бір штрафтарын береді. Басқа бұлардың амалдары жоқ. Вот сол мен жаңа сіздерге көрсеткенім. 3 жыл бұрынғы салынғанды осылардың істеп кеткен жұмыс жолдарын, қазіргі істеп жатқандары соларға салыстырмалы түрде көрсетіп, өзімнің ашуланғанымды, міне мынандай менің есігімнің алдын көрдіңіздер, міне қалай жөнді қойған мен. Немерелерім келеді, ойын ойнайды, футбол ойнаймыз деп мына жерде. Тағы да штрафтап жүрмеңдер анжол осы рөлде телефон ұстап келдім деп. Мынау ана видеорекс ұстап тұратын, телефон ұстап тұратын немесі бар, подставканы. Соған қойғанмын. Тағы да ертең штрафтап жүрмеңдер маған. Міне мен тоқтадым. Міне телефонды қолға енді алдым. Анжол штраф салғасындар осындай. Сол, айтайын дегенім қалайық. Бұл жердің бәрін істерден бұрын проекттарын сызды, жарайды, жақсы. Халықтың санасаңдаршы. Сенің көшең осындай саламыз. Мына жерде адамдар тұрады ғой міне. Мына үйдің бәрінде адамдар тұрады. Мына үйде тұрады, арғы үйде тұрады, ана жерде тұрады.
Сол 4-5 кісілеріміз бәріміз, 60-тың ар жақ бер жағындағы. Кепсі мұна сөйлесіңдерші. Сіздерге қажет емес пе деп. Проект дей бермеймін. Шашал десе бас аласыңдар ма не? Ауыздан шыққан екі сөзге боқтық деп. Не істейміз енді біз? Совет өкіметі кезінде бізді орысша үйренгенде бірінші боқтықтан бастап үйренгенбіз. Орысшаны. Өйткені ешқай жерде жұмыс қалмайтын, оқу қалмайтын орысша білмесең жоқ. Квартираға тұрғызбайтын очередке, орысша білмесең. Заман сондай болған. Әр күнге дейін сол келе жатыр ғой негізі. Чиік дейді, міне. Жақсы ағайындар, аман болыңдар, сау болыңдар, өз құқықтарыңды біліңдер. Алға Қазақстан партиясын қолдаңыздар. Марат Жыланбаевқа бостандық талап етіңіздер. Эльвира Бекзадин, Амангелді Жахинға бостандық талап етіңіздер. Тәуелсіз журналистер Айгерім Тілеужанға, Думан Мұхаммед Кәрімге және де басқаларына бостандық талап етіңіздер. Ең бастысы өз құқықтарыңызды біліңіздер. Аман болыңдар, ауырмаңдар.